Сәлем, Алексей, қалың қалай? Жақсы, Еркебұлан, өзің қалайсың? Жақсы. Алексей, сенің ұлтың өзге болғанымен қазақ тілінде жетік сөйлеп, қазақ мектебінде білім алуыңның құпиясы неде? Еркебұлан, менің ұлтым өзге болғанымен, менің кіндік қаным тамған туған жерім Қазақстаным. Менің ойымша, Қазақстанның әрбір азаматы мемлекеттік тілді білуі тиіс. Жарайсың, сенімен толықтай келісемін. Дегенмен, ұлттары қазақ бола тұра, өз тілдерінде сөйлей алмайтын қарагөз қандастарымыз қаншама. Атамыз қазақ тілін білмейтіндер емес, тілін білгісі келмейтіндер мәңгүрт деген екен. Әрине, әр адамның өз санасы біледі. Мысалға, біздің үйімізде ата-анамыз тіл достықтың алтын көпірі деп үнемі айтып отырады. Әрі өздері де мемлекеттік тілді жетік меңгерген. Қандай керемет үлгі тұтарлық отбасы. Жарайсың, достым. Рахмет. Сонымен қатар елбасымыздың 3 тұғырлы тіл саясатын толығымен қолдаймын. Әрі ағылшын тілін де үйренуге де ден қойып жүрмін. Досым, бүгін мен сені басқа қырыңнан танып білдім. Осындай досым бар, мен бақытты жанмын. Қойшы, мені тіпті ұялтып тастадың ғой. Жақсы досым, сау бол. Жақсы досым.